Бүгін біз операторлық әдіспен өтпелі процесті есептеуді қарастырамыз. Бүгінгі бірінші мысалымызда біз қарапайым бір катушкадан және екі актив кедергіден тұратын схемаға өтпелі процесті операторлық әдіспен есептеп көреміз. Ең бірінші схема беріледі, кілт беріледі. Негізгі мәндері бар. Бізге анықтау керек и аттыны, яғни тізбектің бойындағы тоқтың өзгеру заңдылығын. Бұл жерде бізде кілт тұйықталып тұрғандықтан тоғымыз кілттің бойымен жүреді, коммутацияға дейін. Операторлық әдіспен шығарған кезде ең бірінші біз әдеттегідей бастапқы тәуелді шартты тауып аламыз. Бастапқы тәуелді шарт коммутацияға дейінгі схемамен жүргізіледі. Бүкіл тізбектің бойымен бір ғана тоқ жүреді, себебі ол бір контурдан тұрады. Ол тоқты IL деп көрсетеміз. IL 0-0 деген коммутацияға дейінгі деген мағынаны береді. Бұл тоқтың мәнін анықтау үшін біз тізбекте тоқтың жүру жолын тауып аламыз. Қандай кедергілердің бойымен жүреді? Ол кілттің бойымен жүреді, катушканың бойымен және мына төменгі актив кедергінің бойымен жүреді. Бастапқы тәуелді шарт тапқан кезде біз тек қана актив кедергілерді қолданамыз. Ом заңы бойынша кірістегі тоқты мына тоқтың жүру жолындағы төменгі актив кедергіге бөлеміз. Бізде 3 ампер шығады. Енді операторлық әдіспен шығарған кезде екінші біз коммутациядан кейінгі схеманы салып аламыз. Коммутациядан кейін кілтіміз ашылады, тоғымыз мына тұрған кедергінің бойымен жүреді. Сонда тізбекте осы үстіңгі кедергі пайда болады. Және мына схемаға қарайтын болсақ, бірінші схемаға қарағанда өзгеше, себебі біз операторлық әдіспен шығарған кезде ең бірінші схеманың, коммутациядан кейінгі схеманың кескінін салып аламыз. Яғни операторлық әдістің негізгі мағынасы кескін арқылы алгебралық теңдеулер құрып, сомен іздеп отырған параметрдің кескінін тауып аламыз, содан кейін барып оны түпнұсқаға ауыстырамыз. Мына И атты деген ол түпнұсқа оригинал. Ал біз оны И аттыны таппас бұрын ең бірінші оның кескінін тауып алуымыз керек. IL ат P-ны. Мынау бізде И атты түпнұсқа, IL ат P оның кескіні. Яғни тоқтың кескінін анықтау үшін біз кескінге қарауымыз керек. Схеманы кескінін салып алуымыз керек. Схеманың кескінін салғанда актив кедергілер өзгерісі салынады, ал реактив кедергінің қасына қосымша электр қозғаушы күш жалғанады. Егер катушка болатын болса, онда оның қасына бағыты тоқтың бағытымен бағыттас болатын қосымша электр қозғаушы күшті саламыз. Оның белгіленуі L көбейтілген IL ат 0 деп белгілейміз. Мұнері тұрған шама электр қозғаушы күштің белгіленуі. Ал мына екі кедергі сол қалпы қалады. Сонда коммутациядан кейінгі схемамызды салып алдық. Катушканы біз L деп көрсетсек, оның кескінінде PL деп көрсетеміз. Кірістегі кернеуді түпнұсқада U деп көрсетсек, кескінде U бөлінген P деп көрсетеміз. Ал тізбектің бойымен жүретін тоқты түпнұсқада IL деп көрсеткенбіз, ал мына жерде IL ат P деп көрсетеміз. Яғни жақшаның ішінде міндетті түрде P деген оператор болуы керек. Осылай схеманы салып болғаннан кейін біз нені іздеп отырмыз? Мен жазып алдым IL аттыны. IL атты түпнұсқаны табу үшін мен ең бірінші операторлық әдісте оның IL ат P деген кескінін тауып аламын. Содан кейін барып түпнұсқаға ауысамын. Кескінді табу үшін мен мына тұрған схемамды анализ жасаймын. Егер схема бір ғана контурдан тұратын болса, онда оған мен қарапайым сұлба ретінде қараймын. Дәл қазір бұл жерде мен Кирхофтың екінші заңын осы контурға жазып шығам. Бұл контурда Кирхофтың екінші заңы бойынша кедергілердің кернеулерін алгебралық қосамда осы схемадағы электр қозғаушы күшке теңестіремін. Бұл схемада 1, 2, 3, 4 кернеу бар. Яғни мына 3 кедергінің кернеуін табам, и кірістегі кернеу. Оларды алгебралық қосам. R-дің кернеуі, бұның бойымен жүретін тоқты R-ға көбейтім. IL ат P-ны R-ға көбейтім. PL-дің кернеуі,
Катушканың бойымен жүретін тоқты осы PL кедергісіне көбейтім. IL атпы көбейту PL. Мына R-дің кедергісі, кернеуі. IL атпыны көбейтім R-ға. Міне сонда менде 3 кедергінің кернеулерін жазып алдым. IL атпы көбейту R, IL атпы көбейту PL, IL атпы көбейту R. Және кірістегі кернеу бар. Кірістегі кернеуді мен осы кернеулердің қатарына қосып жазатын болсам, ол сағат тіліне қарсы минус U бөлінген P деп жазылады, бірақ мен оны теңдіктің оң жағына плюспен апарып тастадым. Тең болады U бөлінген P, ол кірістегі кернеу оң жаққа апарып тастадым өзіме ыңғайлы болу үшін. Және электр қозғаушы күш. Схемада бір электр қозғаушы күш бар, оның бағыты сағат тілмен бағыттас, сондықтан оны оң таңбамен L көбейту IL ат 0 деп жазам. Осылай теңдеулер жүйесін жазып болғаннан кейін бүкіл схемада бір ғана тоқ жүреді. Сол тоқты мына кедергілерден алып жақшаның сыртына шығарып тастаймын. Яғни өрнекті ықшамдаймын. IL атпыны жақшаның сыртына шығарып жібердім. Сонда жақшаның ішінде кедергілердің қосындысы қалды. R қосылған PL қосылған R. Мынау теңдіктің оң жағы. Енді мына жерде өзін қалдырамын. Теңдіктің оң жағында менде мына бөлшек сан болғандықтан теңдіктің оң жағын ортақ бөлімге келтіріп аламын. Ортақ бөлім P болады. Қосымша толықтауыш көбейткіш мына жерге P-ны қоям, соны көбейтіп, мынандай өрнек жасап аламын. Осы жерден IL атпыны өрнектеп алып шығам. Енді IL атпыны өрнектеп алып шыққанда, мына тұрған теңдікке мына кедергілерді бөліп тастаймын. Сонда мына бөлгенді бөліміне барады. Менде IL атпының кескінін тауып алдым. Сонда мынандай есеп шығарған кезде біз осылай сан мәндерін қолданбай өрнекпен ғана жұмыс жасаймыз. Содан кейін түпнұсқаға ауысқан кезде ғана сан мәндерін қоямыз. Енді мына тұрған IL атпы менде осындай бір алымы бар, бір бөлімі бар, осындай бір өрнек пайда болады. Ары қарай ықшамдалмайды, мен ықшамдалғанға дейін ықшамдаймыз. Алымын F1 деп белгілеймін, бөлімін F2 деп белгілеймін. Мына жерде міне F1 ат P деген алымы жеке жазып аламыз. F2 ат P деп бөлімін. Енді мен мына жерде бөлімін F3 ат P деп жаздым. F2 ат P деп қай кезде жазбаймыз? Мен қараймын. Бөлімінде жақшаның сыртында P тұр. Егер бөлімінде жақшаның сыртында P тұратын болса, онда мына жақшаны біз F3 деп белгілейміз. Ал егер бөлімінде жақшаның сыртында P болмаса, онда мына бөлімін F2 деп белгілейміз. Менде жақшаның сыртында P тұр. Сол себептен нәрі тұрған бөлімдегі жақшаны жеке жазып алдым, оны F3 ат P деп белгіледім. Бөлімін 0-ға теңестіремін. Мына тұрған кедергілерге сан мәндерін қоям, индуктивтілікке берілгеннен алып, сонда P белгісіз болып қалады. Осы жерден P-ны тауып алам, P минус 160 болды. Жақшаның сыртындағы P-ны жеке өзін 0-ға теңестіремін. Сонда менде екі түбір пайда болады. Бір түбір минус 160, екінші түбір 0. Енді біз осылай сипаттық теңдеудің түбірін тауып болғаннан кейін кескіннен түпнұсқаға қайттан ауысамыз. Кескіннен түпнұсқаға ауысу үшін мынандай Лапластың кері түрлендіру формуласын қолданамыз. Егер жақшаның сыртында P деген көбейтіндісі бар өрнек пайда болатын болса, онда Лапластың кері түрлендіруі осы түрде жазылады. Яғни F3 деген жаңағы белгілену пайда болады. Мен IL аттыны IL аты P көмегімен анықтау үшін мына формуланы жазамыз. IL атты тең болады. F1 ат 0 бөлінген F3 ат 0 қосылған F1 ат P бөлінген P, мына тұрған P көбейтілген F3 штрих ат P. Мына штрих туындыны көрсетеді. Енің P дәрежесі. Енді осы жерге мен мына көрсетілген өрнектерімнің бәрін қойып шығам. F1 ат 0 дегеніміз, мына F1-де P-лардың орнына 0 қойып, неше шығады, соны жерге жазып шығамыз деген сөз. Мен жерге жаза бастадым өрнектерін. F1 міне түрменде P-ның орнына 0 қойдым. Мынау толығымен 0 бұл қалды, U ғана қалды. Кірістегі кернеу 120-ға тең. 120-ны жаз қойдым. Бөлінген F3 ат 0. F3 міне тұр. Осы жерде P-ның орнына 0 қоямын. Сонда R мен R қалады. 2R. Мына R мен R-ның қосындысы 80-ді береді.
жазып қойдым. Қосылған. Келесі мынаған кетеміз. F1 ат P. Жақшанышында P тұрса, яғни сипаттық теңдеуден біз P-ны анықтағанбыз, сол мәнді әкеліп қоямыз. Сонда, міне мына жерде F1 міне тұр, менде F1 P-ның орнына -160-ты қоямын. Көбейтілген L-дің орнына 0,5-ті қоям, берілгеннен E-лат 0. Бастапқы тәуелді шарттан алам, ол 3-ке тең болған, 3-ті қоям. Қосылған деймін, міне қосылған U-дің орнына 120-ны қойдым. Бөлінген. Келесі мынаған көшеміз. P-ның орнына -160-ты қоямын, міне тұр. F3-тің туындысын бірінші тауып алам, міне тұр менде F3, міне тұр, міне. Оның туындысы нақты сандарда 0 болады да, PL-да L-дің өзі ғана қалады. L деген индуктивтілік, ол берілгенде 0,5-ке тең болған. Сонда -160 көбейту 0,5 дейм. Міне қайттан көшірім, E-ні жазам, P-ның орнына -160, T-ны қалдырамын. Енді міне тұрған сан мәндерін калькулятормен есептеп, 1,5 қосылған 1,5, E-нің -160 дәрежесі деген оригинал түп нұсқаны алып шығам. Міне бұл менде жауап болады. Енді дәл осы есептегі UL аттыны осы операторлық әдіспен қалай есептейміз, соны қарастырып шығайық. Жаңағы схеманы қайттан салып алдым. Мынау коммутациядан кейінгі жаңағы схеманың кескіні. Маған осы схемаға қарап, маған вообще UL аттыны табу керек. Менің іздеп отырған түп нұсқам UL атты. Оны анықтау үшін мен бірінші оның кескіні UL аттыны тауып аламда, оны түп нұсқаға ауыстырамын. Оны ауыстыру үшін маған ең бірінші UL аттының формуласы керек. UL аттының схемадан тәуелсіз тұрақты формуласы бар. UL ат P тең болады PL көбейту EL ат P минус L EL ат 0. Бұл тұрақты формула. Енді осы жерде маған PL көбейтілген EL ат P, яғни EL ат P-ның өрнегін тауып алып, осы жерге әкеліп қойсам, мен OL ат P деген кескінді табамын. Менің келесі тапсырмам EL ат P-ны анықтау. EL ат P-ны осыған дейінгі жаңағы мысалда анықтағанбыз. Міне тұр. Мен соны осы жерде жазып қойдым. Енді осы өрнекті міне формула OL ат P-ны анықтайтын формулаға келіп қоям. Міне OL ат P, PL өз жазылды. EL ат P-ның орнына мінәрі тұрған өрнекті әкеліп қойдым. Алынған L EL ат 0. Енді қысқаратын тұстарын қысқарып тастаймыз. Менде мінері P мен жақшан сыртындағы P қысқарып кеттім да L ғана қалды. L-ді мінәрі тұрған алымындағы қосылғыштарға жеке-жеке көбейтіп шықтым. Міне минус L EL ат 0. Тең деймін. Мына жерде қарайтын болсақ, мына жерде мен L EL ат 0 бөлшегі бөлімінде 1 тұр, мынаның бөлімінде 2R плюс PL тұр. Екеуін ортақ бөлімге келтіріп, бірінен бірін алып тастаймын. Сонда менде осындай өрнек пайда болады. Осы жерде менде екі қосылғыш, таңбалары әртүрлі, өздері бірдей болып тұр. PL квадрат EL ат 0, PL квадрат EL ат 0. Екеуін қысқарып тастаймын. Қалған шамаларды жазып, ықшамдалған өрнек аламын. Мынау UL ат P-ның ықшамдалған түрі міне осындай болып шықты. Енді осының алымын F1 ат P деп белгілеймін, бөлімін F2 ат P деп белгілеймін де, ары қарай енді кескіннен түп нұсқаға ауысамын. F1 ат P міне. F1 ат P дедімді, міне алымын жазып шықтым. Мына жерде L бар. UL, міне UL, U көбейту L. UL минус 2R L EL ат 0. Міне алымы, бөлімі міне тұр, жазып алдым. Енді бөлімін 0-ға теңестіру арқылы сипаттық теңдеудің түбірін анықтаймын. Бөлімін 0-ға теңестірдім. Бөлімінде жақшаның сыртында ешқандай P жоқ, сондықтан бөлімді F2 деп белгіледім. Бағанағы мысалда мен бөлімін F3 деп белгілегім. Себебі онда бөлімінде жақшаның сыртында P тұрған, мына жерде ол жоқ. Сол себептен бұл F2 болады. F2-ні 0-ға теңестіріп, сан мәндерін орындарына қойып, не 2R 40 көбейту 2, P-ның өзі қалды, L-дің өзіне 0,5 тең 0 деп P-ны тауып алдым. P минус 160. Бағана бірінші тоқты тапқан кезде минус 160 шыққан, яғни есеп дұрыс шығып келе жатыр. Сипаттық теңдеудің түбірін тапқаннан кейін түп нұсқаға ауысамын. Түп нұсқаға ауысу формуласы міне тұр.
f2 арқылы ауысу формуласы бұл Лаплас түрлендіруінің кері түрлендіруі. Оның формуласы f1 ат p бөлінген f2 штрих ат p, енің p дәрежесі. OL атты f1, не түрменде f1, осы жерде p-ның орнына минус 160-ты қоямын. Менде дәл қазір ешқандай p жоқ, берілгендегі сан мәндерін бәріміне қойып шықтым. Бөлімінде f2-ның бірінші туындысын тауып алам. Мына жерден соған p-ның орнына минус 160-ты қоям. Мынада туындыны тапқан кезде 2r нақты сан одан 0 болып қалады, мұнда l-дің өзі ғана қалады. Сонда l 0,5. Сан мәндерін қойып калькулятормен шығарғанда менде осындай өрнек пайда болды. Осы OL аттының жауабы болып табылады. Осылайша біз операторлық әдіспен өтпелі үрдісті шығара аламыз. Енді графикті тұрғызуды қарастырып өтейік. Мынау жаңағы міне OL аттының жауабы шықты. Енді OL аттының графигін қалай тұрғызамыз? Оны тұрғызу үшін біз бірінші санақ басын жазып аламыз. Санақ басында x үшін уақытпен көрсетеміз, y үшін қайсы параметрдің өзгеру заңдылығын графигін салғалы отырмыз, соны көрсетіп қоямыз. Менің жағдайымда OL аттыны. Енді санақ басы 0 дейміз. Осы жерде біз өтпелі процестің жүру уақытын анықтауымыз керек. Өтпелі процестің жүру уақыты тау деп белгіленеді. Ол 1 бөлінген p модульдің ішінде. P деген сипаттық теңдеудің түбірі. Менің жағдайымда ол 160-ға тең. 1-ді 160-ға бөлсем 6 миллисекунд шығады. Яғни менде осы схема бойынша 6 миллисекундтың ішінде өтпелі процесс жүреді деген сөз. Осыны уақытта 6 миллисекунд уақытты шектеймін. Осы аралықта менде өтпелі процесс жүреді. 0-ға дейінгі кезеңді біз коммутацияға дейінгі кезең дейміз. Өтпелі процесс аяқталғаннан кейінгі кезеңді коммутациядан кейінгі тұрақталған режим деп айтамыз. Именно осы 0-дан 6 миллисекундқа дейінгі ара қашықтықта бізде өтпелі процесс, яғни осы заңдылық орындалады деген сөз. Бұл заңдылық сонда өтпелі процесс кезінде ғана пайда болатын, қолданылатын заңдылық. UL, яғни UL дегеніміз катушканың кернеуі. Катушканың маңайында электр өрісі болмағандықтан бізде катушкада кернеу болмайды. Сонда коммутацияға дейін катушканың кернеуі 0 болып келе жатады да. Катушкада өтпелі процесс, яғни кілт тұйықталып немесе ажыратылған кезде бізде мынандай неге қарайтын болсақ, OL аттының жауабына бұл жерде бізде A, E, P, T деген мәжбүрлі құраушы ғана бар. Мәжбүрлік құраушымыз ғана бар. Мәжбүрлік құраушының коэффициенті 120, минус 120. Яғни коммутация кезінде катушкада секірмелі түрде кернеу пайда болады екен, минус 120 деген заңдылықпен өзгеретін. Және ол өтпелі процесс кезінде 0-ға қарай ұмтылады. Өтпелі процесс аяқталғанда ол 0-ға тең болады. Себебі мына тұрған шамамыз тек қана мәжбүрлік құраушысы ғана болғандықтан мәжбүрлік құраушы жаңағы еркін құраушы, свободный режим. Еркін құраушы әр қашан өшпелі болып келеді. Ол өтпелі процесс кезінде ғана пайда болады да, өтпелі процесс аяқталғанда сөнбелі 0-ға ұмтылады. Сол себептен бізде OL аттыда тек қана еркін құраушы болғандықтан біздің графигіміз сол еркін құраушының өзгеру заңдылығын көрсетіп тұр. Яғни ол өтпелі процесс кезінде мынандай скачок пайда болады, секірмелі түрде.